Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біз еңбекке қабілетсіз азаматтарды зейнетақылық қамсыздандыру тақырыбын қарастыратын боламыз. Бұл тақырып әлеуметтік саясаттың маңызды бөлігі болып табылады. Себебі мемлекет халықтың әлсіз топтарын қорғауға міндетті. Әсіресе еңбекке қабілетсіз азаматтар бұл ерекше қолдауды қажет ететін топ деп қарастыруға болады. Бүгін біз келесі сұрақтарды қарастырамыз. Яғни бірінші сұрағымыз: еңбекке қабілетсіз азаматтар деген кімдер? Екіншісі: орталықтан зейнетақы жүйесінің мәні қандай? Үшінші сұрағымыз: Қазақстандағы зейнетақы жүйесінің құрылымы. Және төртінші сұрағымыз: мемлекеттік қолдау түрлері. Ең алдымен, еңбекке қабілетсіз азаматтар дегеніміз кімдер? Бұл жасына байланысты жұмыс істей алмайтын зейнеткерлер, мүгедектігі бар адамдар және асыраушысынан айырылған азаматтар болып табылады. Ал зейнетақылық қамсыздандыру бұл осындай азаматтарды мемлекет тарапынан материалдық тұрғыда қолдау жүйесі болып негізделеді. Орталықтан қамсыздандыру дегеніміз төлемдердің мемлекеттік бюджеттен берілуін айтамыз. Қазақстандағы зейнетақы жүйесіне қысқаша тоқталайық. Яғни біздің елде зейнетақы жүйесі 3 деңгейден тұрады. Біріншісі базалық зейнетақы. Бұл барлық азаматтарға төленеді. Екіншісі ынтымақты зейнетақы. Ол бұрын жұмыс істеген адамдарға беріледі. Үшіншісі жинақтаушы зейнетақы. Бұл азаматтардың жеке шотында жиналған қаражатты айтуға болады. Бұл жүйеде орталықтан төленетін негізгі бөлік базалық және ынтымақты зейнетақылар болып келеді. Мемлекет еңбекке қабілетсіз азаматтарды бірнеше бағытта қолдайды. Біріншіден, мүгедектік бойынша төлемдер, яғни мүгедектігі бар азаматтарға ай сайын жәрдемақы төленеді. Екіншіден, асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы, яғни отбасы мүшелері қайтыс болған жағдайда төленеді. Үшіншіден, арнайы мемлекеттік жәрдемақылар. Кейбір әлеуметтік топтарға, мысалы көп балалы аналарға төленеді. Сонымен қатар әлеуметтік қызметтер де көрсетіледі, яғни ол медициналық көмек және оңалту орталықтарының шараларын айтуға болады. Бұл жүйе қалай қаржыландырады? Негізгі көздері республикалық бюджет және міндетті зейнетақы жарналар болып табылады. Жүйені мемлекет реттейді және бақылауда ұстайды. Орталықтандырылған жүйенің басты артықшылығы тұрақтылық пен әлеуметтік кепілдік болып негізделеді. Дегенмен, қазіргі таңда бір қатар мәселелер бар. Мысалы, халықтың қартаюы, зейнетақы мөлшерінің жеткіліксіздігі және жинақтаушы жүйеге деген сенімнің төмен болуы. Болашақта бұл жүйені жетілдіру бағытында жұмыстар жалғасуда. Яғни цифрландыру, тиімділікті арттыру және әлеуметтік әділеттілікті күшейту көзделген. Зейнетақылық төлемдер басқа ақшалай төлемдерден өзінің мақсаты, тағайындалу шарттары және қаржыландыру көздері бойынша ерекшеленеді. Олардың айырмашылықтары: зейнетақылық төлемнің негізгі мақсаты адамның еңбек қызметі аяқталғаннан кейін өмір сүруін қамтамасыз етіп, оны зейнет жасына жеткен азаматтар немесе еңбекке қабілетсіз азаматтар жинақтаушы зейнетақы қорынан немесе мемлекеттік бюджеттен ала алады. Жалақы істелген жұмысы үшін төлем болып табылады. Жұмыс істейтін азаматтар алады және жұмыс беруші төлейді. Еңбек нәтижесіне байланысты тұрақты немесе келісімге сай болады. Жәрдемақы белгілі бір әлеуметтік жағдайларда қолдау көрсету болып табылады. Мысалға алатын болсақ, бала туу, жұмыссыздық, мүгедектікті жатқызуға болады. Мемлекет немесе әлеуметтік қорлар төлейді. Көбінесе уақытша және мақсатты төлем болып келеді. Алимент заң бойынша бір адамның басқа адамды асырау үшін міндетті түрде төлейтін ақшалай немесе материалдық қаражаты. Ол көбіне кәмелетке толмаған балаларды қолдау үшін неке бұзылғаннан кейін немесе ерлі-зайыптылар бөлек тұрғанда төленеді. Міндетті тұлға сот шешімімен
немесе нотариалды куәландырылған келісім арқылы төлейді. Өтемақы заңда немесе еңбек шартында белгіленген жағдайларда қызметкерге ерекше еңбек жағдайлары, жұмыстан айырылу немесе шығындарды жабу үшін төленетін ақшалай төлем. Бұл материалдық немесе моральдық шығынды өтеу, сондай-ақ жұмыс беруші тарапынан көрсетілген қаржылық көмек болып саналады. Зиян шеккен адам алады, кінәлі тарап немесе мемлекет төлейді. Жалпы өтемақы қызметкердің мүддесін қорғауға және оның қаржылық шығындарын өтеуге бағытталады. Зейнетақы бұл адамның бұрынғы еңбегіне байланысты ұзақ мерзімді әлеуметтік қамтамасыз ету болып табылады. Ал басқа төлемдер жалақы, яғни ағымдағы еңбегі үшін, жәрдемақы әлеуметтік қолдау үшін, алимент асырау міндеті үшін, өтемақы зиянды өтеу үшін төленеді. Қазақстан Республикасындағы зейнетақы жүйесі халықты әлеуметтік қорғаудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Нарықтық экономикаға көшу жағдайында бұрынғы кеңестік үлгідегі ынтымақтық жүйе өзінің тиімсіздігін көрсетті. Осыған байланысты елімізде зейнетақы жүйесін түбегейлі реформалау қажеттілігі туындады. Зейнетақы реформасының негізгі мақсаты азаматтарды қартайған кезде тұрақты табыспен қамтамасыз ету, сондай-ақ жүйенің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету болды. 1990 жылдардың басында Қазақстанда мынадай мәселелер байқала бастады. Халықтың қартаю үрдісі, жұмыссыздықтың өсуі, бюджет тапшылығы, зейнеткерлер санының артуы және жұмыс істейтіндер санының азаюы. Ынтымақтық жүйеде жұмыс істейтіндер зейнеткерлерді қамтамасыз ететін болғандықтан, бұл теңгерім бұзылып, жүйе тұрақсыз бола бастады. Сондықтан жаңа модель қажет болды. Яғни 1998 жылдан бастап Қазақстан жинақтаушы зейнетақы жүйесіне өтті. Бұл жүйенің мәні әр азамат жеке зейнетақы шотын ашу, табысының бір бөлігін қорға аудару, болашақ зейнетақы жинақ көлеміне байланысты болатын болды. Бұл тәсіл азаматтың жеке жауапкершілігін арттырды. Міндетті зейнетақы жарналары реформа аясында жұмыс істейтін азаматтар табысының 10%-ын зейнетақы қорына аударды. Яғни бұл шара жүйенің тұрақты қаржыландыруын қамтамасыз етті. 2000 жылы және 2010 жылдар арасында жүйе жетілдірілді және қорлардың қызметі дамыды, инвестициялық саясат қалыптасты және заңнамалық база нығайтылды. 2013 жылы орталықтандыру кезеңі құрылды. Яғни бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры құрылып, барлық активтер біріктірілді. Мемлекеттік бақылау күшейтілді. Қазіргі кезеңде модернизация және жаңарту уақыты болды. Яғни зейнетақы жинақтарының бір бөлігін мерзімнен бұрын пайдалану мүмкіндігі енгізілді. Цифрландыру дамуда, инвестициялық басқару жетілдіруде және әлеуметтік әділеттілікке басымдылық берілуде. Қазақстан Республикасындағы зейнетақы реформасы әлеуметтік саясаттағы маңызды өзгеріс болып табылады. Ол ынтымақтық жүйеден жинақтаушы жүйеге көшуімен, азаматтардың жеке жауапкершілігін арттыруымен, мемлекеттік бақылаудың күшеюімен сипатталды. Қазіргі кезеңде реформаның басты бағыты зейнетақы жүйесін тиімді, тұрақты және әлеуметтік әділетті ету болып табылады. Мемлекеттік зейнетақылық қамсыздандыру бұл азаматтарды зейнеткерлік жасқа жеткен кезде немесе еңбекке қабілеттілігін жоғалтқанда мемлекет тарапынан ақшалай төлемдермен қамтамасыз ету жүйесі болып табылады. Қазіргі таңда Қазақстанда бұл жүйе жинақтаушы жүйемен қатар дамып, аралас модельді қалыптастырып отыр. Болашақта оның рөлі азайғанымен әлеуметтік кепілдік ретінде маңызы сақталады. Орталықтан еңбекке қабілетсіз азаматтарды зейнетақылық қамсыздандыру мемлекеттің әлеуметтік саясатының маңызды бағыты болып табылады. Оның басты мақсаты еңбек ету қабілетінен айырылған немесе
зейнеткерлік жасқа жеткен азаматтардың лайықты өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету болып табылады. Бұл жүйе арқылы мемлекет әлеуметтік теңдікті сақтайды, халықтың әлсіз топтарын қорғайды және қоғамдағы тұрақтылықты қамтамасыз етеді. Орталықтандырылған зейнетақы төлемдері әсіресе тұрақты табыс көзі жоқ азаматтар үшін негізгі қаржылық қолдау болып табылады. Сонымен қатар, бұл жүйе азаматтардың мемлекетке деген сенімін арттырып, әлеуметтік кепілдіктердің сақталуын қамтамасыз етеді. Қазіргі кезеңде зейнетақы жүйесі реформаланып, жинақтаушы элементтермен толықтырылса да, орталықтандырылған қамсыздандыру өзінің маңызын жоғалтпайды. Ол әлеуметтік қорғаудың негізгі және халықтың әл-ауқатын қамтамасыз етудің басты тетіктерінің бірі болып табылады. Осылайша, еңбекке қабілетсіз азаматтарды зейнетақылық қамсыздандыру жүйесін жетілдіру мемлекеттің тұрақты дамуы мен әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етудің маңызды шарты болып қала береді. Назарларыңызға рахмет.